Hayda sabah sayı düşeyim hayda. Mutlu olsun, tepti tuğan, tavuklarda bir koşumu durub alыңыздар ағайындар. Келдер mutlu olsun, Равинді ағайын тоқылады. Ал енді келдің бет ашадасыға, ешкімнің атадан түсінбейді, барлығы шалқылап айтылады. Сондықтан шамамыз келіп жатсам да кішкентай балаларды Abdurrasul'dan başka ешкімді сүймейтінің көрінгенмен ұрысып шөп пакелін әдетті ал үйрені ерте тұруды құрметті әркез керіңді қонақта келсе үйіне сыйлады оған көрінді күндізі түні оянып отырма айна алдында ал әрісіне ойланып шасана қарап шағылма жақсы жердің баласын төсенір сөзің парасын ай табыстыры көпір көремді өлілер тіреш қашан бойымас аталардың бұрынғы осы айтқаны сөзі рас риза болсын рухтары шебеп жүрсін ұрпағын ал жатқан жері жайлы иманы жолдас болғай өтеген атамыздың ерқара ағамыздың әруағына бір сәлем бақ несібім болайсың жатқан жері жайлы иманы жолдас болғай және осы ауылдың үлкен аталарына бір сәлем бақ несібім болайсың ал анауда тұрған енеңіз оған да өлеміз енеңдей болып келетін жан ал сондықтан да сәлемет өссін сенің өркенің ал
gezген, құйрықта бауға жегізген. Ал осы ортадан табылар, шиен бөлек тағы бар, жақсы шиені ел болар, осы сөзді ұғып ал. Көмегі жиендер мен бөлігердің құрметіне бір сәлем. Әркез сайын көмегі көршілерге бір сәлем. Dostluğun teybrülün kaptamışan Barşa atada kurdaslarına және ұжымдастардың құрметіне бірегей сәлем беріп қойыңыз. Ал келіп біз ортаңызға шырқап тағын мен едім ұлылардың ұртып бағай. Ал бүгінгі төрбіреген қой көріске өргізгендей, жыраулар шырдан маржан бергізгендей. Табымның келіндері шетеліндей, халықтың көңілін соларға бөлгізгендей. Біргенің 15 жыл келін болып. Ал бетімді сенің ашқаным, жаңада жұртқа қосқаным, тойдың ғана көп болып, ашықта болсын аспаным. Олар сыйма таптап қосып қойшы. Келіңіз аға. Қалағандар қалдасын, келген келіміз бақытты болсын. Өрлі шүгірлі болсын. Келесі жылы осы жылдың аяғына шілдеден жоға келейін. Ал тілегім бақытты болсын. Көктің шашы топта шат сезіммен тербеттім. Баршаңызда дастарханға шақырам, ал ағайын қане төрге төрлетің. Бүгінгі сіздер үшін жайылған ақ дастарханымыз дайын. Сондықтан бүгінгі келіп жатырған қонақтарымызды жайылған ақ дастарханға Табын ауылының үлкендері, ауылымыздың ақсақалдары, алтыншы жайылған ақ дастарханға жайылсаңыз. Табын ауылының үлкендері бірінші жайылған ақ дастархан, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы жайылған ақ дастархан барша нағашылар. Нөмірленген 7-ші, 8-ші жайылған ақ дастархан Құдай қосқан құда-құдағилар. Нөмірленген 7-ші, 8-ші жайылған ақ дастархан залсыз бескен құда-құдағилар. 2-3